адамның періштелерден жағы жерде тұрған айырмашылық бізде. Періштелер қаншама нәрселерді Алла Тағала көрсетіп отыр оларға, мысалы 7 қабат аспан. Біз көрмейміз оны. Қандай үлкен мына 7 қабат аспан, жер, оның арасында қаншалаған мысалы жаратып қойған нәрселер бар. Үлкен осындай әлемнің ішінде бір кішкентай жер нүкте. Сол нүкте болып тұрған жердің үстінде бір адам жылап отырса, Раббым кешірші мені деп. Адам дәрежесі қай жерде? Осы үшін жаратқан Алла Тағала. Періштелер жердің бетінде бөлік жасайтын, қан төгетін жаратасың ба? Періштелерден ешқашан ондай нәрсе шықпайды ғой. Тек қана дәріптеу, пәктеу болса біз барбыз дегендей. Сендер білмейсіңдер дейді. Мен білетін нәрсені. Сонда осындай көрінбейтін, Раббысын көрінбейді, жәннат тозақ көрінбейді, қабірдегі жағдайлар көрінбейді, періштелерді көрмейді. Тіпті соңғы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды да көрмегенбіз мысалы. Бірақ осы жерде жылап отыр. Раббым кешірші мені ақыретте. Міне осы нәрсе үшін жаралғанбыз дейді. Сондықтан фағбудху, құлшылық қыл онда оған, ей пайғамбар. Сосын сөзді қараңыз. Құлшылық қыламын деп кіріскеннен кейін Алланың тәрбиесі өлім келген күнге дейін тоқтамайды. Өлім келген күнге дейін ол бір күні денсаулығыңызбен сынайды, ол бір күні бақшаңызбен сынайды, ол бір күні тұлпарыңызбен сынайды, ол бір күні балаңызбен сынайды, ол бір күні жұмысыңызбен сынайды. Сол кездерде адам шашылып қалуы мүмкін. Соны бірден ескертіп былай деп жатыр, қараңыздар. Құлшылық қыл оған онда, уастабир лиғибадатихи, және оған ғибадатта төзімді бол дейді. Сүйкімді болып жүрген дәретің бір күні сүйкімсіз болып қалуы мүмкін. Жылы жерде дәрет алып жүрдік та бір күн далада қалып қойған жағдай болып қалса мысалы. Суық. Соны ары қарай сүйе алу, төзімділік деген сол. Претензия көрсетпеу Аллаға, назарың сүйкімді. Эмоцияң өзгермейді Аллаға. Өзгеріп баратса кешірші Раббым дейсің. Кешірші. Өйткені ол лайықты. Біздің осылай, оған алдында осылай жүруіміз, оған лайық, ол лайықты Алла Тағала. Ол одан да лайықтырақ. Сондықтан ғибадатыңда төзімді бол дейді. Ғибадаттағы төзімділік сол ғибадат. Ғибадаттың сәні қай жерде десеңіз, ғибадаттағы төзімділігіңіз сол сән сол жерде жатыр. Қай уақытқа дейін ғибадат қылайын деп сұрайтын болсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала айтады: «Вағбуд раббака хатта яътиякал яқин». Өзіңе өлім келген сәтке дейін. Өлім келген сәтке дейін өзгерме Алладан. Өзгерме одан.